Ер поэмадан үзік оқиды Нариман ауыл мектебінің оқушысы Байрамова. Тыңла, ер келеді авадан. Ердің аңы көкте ұшқан көгершін. Тыңла, сол ер елтер сағада. Сол ерді шатлық барын көрерсің. Бұ ер менің, сенің, біздің ер. Бұ ерді біз есіткенбіз бесіктен. Ерді бүгін енап алған бізім қыр. Енді ерді аңып тұршы есіктен. Белкі бұ ер анам берген табысты. Белкі бұ ер келген болар өліктен. Ер есіттім, ақылым ауысты. Ескі алдым өлі кеткен көлікті. Анам, менің бесігімді сен шайқап, түн ортада бал ұйқыңды бес бөлдің. Екі тізге салып мені сен шайқап. Әзіз анам, неге бүгін ер көрдің? Келші бүгін, қартайсаң да сен келші. Мен берейім жүрегімнің яслығын. Әзіз анам, маға табыс сен берші. Саға әзір бұл төсекпен ястығым. Салшы анам оң басыңды. Ақ шашыңды аста қырын сыйпайым. Берші маға ана сүттің асымды. Сол сүттің дүния халқын сыйлайым. Халқлар ішсе ян тамырдан сүтіңді. Белкі сезір жоқлығымды. О, анам, сен көрсетші бетіңді. Сені бүгін сағынады бек балам. Белкі бұйыр келген болар алыстан. Келген болар балаға сес бермеге. Сесті шығар аңдай болып қамыстан. Ол сес шығар көп сатларды көрмеге. Әрбір түвек атылғанда аналар сескенеді, көз салады қасына. Янында күліп тұрса балалар, ақ тастарын кең яяды басынан. Бірден бұйыр көкке құста yol алды. Ноғай қыздың ері болса ярайды. Бірден ол ер төменнеді, ой салды. Қорқа қарқарамды суықлыққа орады. Мен ойланып, есіткенде бұйырды. Өліктерден ана табыс бердеді. Ол ерлер билеп алды, кең қырды. Мен ойладым, анам бір сәт көрді деп.